Бөлім. Үй ішіндегі үнсіздік. Күйеуіммен бір үйде отырып, бір-бірімізге бөтен болып кеткенімізді алғаш қашан сездім, есімде жоқ. Әйтеуір бір күні оның даусы үйдің қабырғасына сіңіп, маған жетпей қалғанын ұқтым. Сөйлейді, бірақ жүрекке тимейді. Қарайды, бірақ көрмейді. Мен әйел едім. Ана едім. Бірақ сол күндері ең әуелі тірі адам болғым келді. Үй таза. Балалар аман. Ас дайын. Ал менің ішімде біреу үнсіз айқайлап жатқандай еді. Бөлім. Ол дос еді. Ол күйеуімнің досы болатын. Бала кезден бірге өскен. Бір табақтан ас ішкен. Бір қасіретті бірге көтерген. Мен оны аға деп атайтынмын. Ол мені келін дейтін. Сол сөздердің арасында ешқашан шекара бұзылады деп ойламаппын. Алғашында ол жай ғана тыңдаушы болды. Менің шаршағанымды байқаған жалғыз адам сол еді. Көзіңізде мұң бар деді бір күні. Сол бір ауыз сөз жүрегіме қадалып қалды. Бөлім. Құмарлық қалай басталады? Құмарлық аяқ астынан лап ете қалмайды екен. Ол үнсіздікпен, ұзақ қараумен, айтылмаған сөзбен басталады. Бір күні қолымыз тиіп кетті. Жай ғана. Кездейсоқ. Бірақ сол сәтте мен әйел екенімді қайта сезіндім. Күнә сол жерден басталды ма? Әлде одан бұрын күйеуім мені жоғалтқан сәттен басталды ма, білмеймін. Бөлім. Ішкі сот. Түнде ұйықтай алмадым. Жанымда күйеуім тыныш қана дем алып жатыр. Ал менің ішімде сот жүріп жатты. Сен опасысың дейді бір дауыс. Сен тірі қалғың келді дейді екінші дауыс. Екеуі де менікі. Бөлім. Тыйым бұзылған сәт. Ол күні жаңбыр жауған. Үйде ешкім жоқ еді. Ешкімнің аты аталмайды. Ештеңе ашық айтылмайды. Тек көз. Тек үнсіздік. Тек жүрек дүрсілі. Мен сол сәтте әйел ғана емес. Тағдырға қарсы шыққан адам болдым. Бөлім. Таңғы салқын. Таң атты. Әлем бұрынғыдай. Ал мен басқа адам. Айнаға қарадым. Көзімде ұят бар. Бірақ өкініштен гөрі босап қалған ауырлық басым еді. Бұл ең қорқыныштысы. Бөлім. Құпияның салмағы. Құпия әйелдің иығына ауыр жүк екен. Күле аласың. Бірақ күлкімнің түбі терең емес. Күйеуіме қараймын. Ол ештеңе білмейді. Ал мен бәрін білемін. Білу кейде жазадан да ауыр. Бөлім. Үкім. Мен бұл күнәні ақтамаймын. Мен оны мақтан етпеймін. Мен тек шындықты айтамын. Кейде әйелді опасыз ететін. Құмарлық емес. Жалғыздық. Бөлім. Ашылған шындық. Шындық ешқашан айқайлап келмейді екен. Ол бір күні жай ғана отырып алады. Күйеуім өзгеріп жүргенімді сезді. Әйелдің жанындағы дауылды еркек кеш болса да таниды екен. Сен бұрынғы сен емессің деді бір кеште. Мен үндемедім. Өйткені өтірік айтуға тілім бармады. Ал шындықты айтуға жүрегім шыдамады. Бөлім. Достың кетуі. Ол күйеуімнің досы бір күні үйге келмей қалды. Содан кейін мүлде көрінбеді. Естідім. Басқа қалаға көшіп кетіпті. Жұмысын ауыстырыпты. Қашты ма? Әлде өзін сақтады ма? Мен оның көзін соңғы рет көрген сәтімді ұмытпаймын. Сөз жоқ. Қоштасу жоқ. Тек ұят пен өкініш. Бөлім. Айыптаусыз үкім. Бір түні күйеуім бәрін білді. Кім айтқанын білмеймін. Бірақ әйелдің көзіндегі ауырлықты жасыру мүмкін емес екен. Ол айқайламады. Ұрмады. Қарғаған жоқ. Сол үнсіздігі мен алған ең ауыр жаза болды. Мен сені жоғалтып алдым деді жай ғана. Сол сөз мені жермен жексен етті. Өйткені бұл менің ғана емес, екеуміздің де кінәміз екенін білдірді. Бөлім. Ажырасу емес, айырылу. Біз ажыраспадық. Бірақ бұрынғыдай бірге де болмадық. Бір шаңырақ астында. Екі бөтен адамдай өмір сүрдік.
Балалар үшін, ата-ана үшін, қоғам үшін, ал жүрек үшін бәрі кешеді. С бөлім. Әйелдің жалғыз кешірімі. Мен өзімді кешіре алмадым. Күн сайын, жыл сайын, сол бір қадамды қайта ойладым. Бірақ бір нәрсені түсіндім. Мен опасыздықты емес, жанымның өлуін тоқтатқым келген екен. Дұрыс жолмен емес, ақталмайтын жолмен. С бөлім. Соңғы шындық. Қазір мен айнаға тіке қарай аламын. Өйткені шындықты жасырып жүрген жоқпын. Мен періште емеспін. Мен жаман әйел де емеспін. Мен үнсіз қалған әйелмін. Ал үнсіздік кейде күнәдан да қауіпті. Қорытынды сөз. Бұл әңгіме ақталу емес. Бұл мойындау. Егер бір әйел осы жолдарды оқып отырып, өзін таныса, ол жалғыз емес екенін білсін. Ал егер бір еркек оқыса, әйелдің үнсіздігін, бейқам қабылдамауды үйренсін.